Барлықтарыңызға сәлем балалар. Бүгін міне 34-ші сабағымыз past simple irregular verbs. Жалғастырамыз. Келесі өтетін біздің бірінші бүгінгі өтетін дұрыс емес етістігіміз fly, flew, flown. Яғни ұшу. Fly, flew, flown. Ұшу. Енді осыған балалар жалпы fly away деген қосылса, екеуі бірге қосылса, онда бұл ұшып кету. Яғни бір жаққа ұшып кетті, ұшып кету деген мағына. Fly, flew. Жалпы fly, flew, flown ол ұшу деген сөз мысалы. I fly to America. Мен Америкаға ұшамын деген сияқты. Сөйтіп айтамыз мысалы. Fly away бұл ұшып кету екен. Мысалы suddenly, suddenly, внезапно деп айтамыз, мысалы, внезапно. The bird flew away. Ұшып кетті. Внезапно птица улетела, орысша айтқан кезде. Suddenly the bird flew away. Құс аяқ астынан ұшып кетті деп айтуға болады. Немесе құс бір кездері ұшып кетті. Бір кездері, suddenly. Келесі мысалымыз the butterfly flew away. Butterfly деген бізде олар көбелек. Яғни соның өзінің соңында да fly деген көрдіңіздер ме? Ұшу деген сөз ішінде бар екен, көбелек деген сөздің ішінде. The butterfly flew away. Яғни көбелек ұшып кетті деген сөз. The butterfly flew away. Бұл жердегі flew, ол екінші форма. Екінші форма білесіңдер, біз өткен шақта қолданады екенбіз мысалы. Сұрақ сұраймыз мысалы. Сұрақ сұраған кезде, өткен шақта сұрасақ, онда ол did деп бастаймыз, Did the butterfly fly? Ұшып кетті ма? Көбелек ұшып кетті ма? Деп сұраймыз. Өзі, yes, the butterfly flew away. Ұшып кетті деген сияқты мағына болады. Так. The birds. Бұл жерде не болады? Бұл уже көпше түрде айтып отырмыз, Мысалы, bird. Бір құс болса, birds көп құстар. Яғни бір нақты бір құстар, кез келген құстар емес. The birds. The birds flew away. Құстар ұшып кетті. Құстар ұшып кетті. In all directions. Directions деген балалар бағыт деген сөз. Әртүрлі. Барлық, мысалы, all деген, мысалы, барлық, барлық бір жақтарға, барлық бағыттарға, барлық жаққа деп те аударуға болады, мысалы. В разные стороны, во все стороны деп айтуға, мысалы, құстар жан жаққа ұшып кетті деп аудару керек бұны. The birds flew away in all directions. Құстар барлық жан жаққа ұшып кетті. Яғни барлық жаққа деген сөз. Так, бізде бірден бастап кетіпті, Бізде бұл 36-шы. Бізде бұл 36-шы етістік. Жалғастырамыз. Келесі 37-шы етістігіміз sleep, slept, slept. Бұны білетін жарсыңдар, балалар. Sleep, slept, slept деген бұл
Ұйықтау екен балалар. Мен өте ұзақ ұйықтадым. Я спал долго. I slept very long. Long деген ұзын және ұзақ деген мағынаны білдіреді екен. I slept very long. Мен ұзақ ұйықтадым. Мағынасына қарай мен ұзын ұйықтадым деп аудармаймыз. I slept very long. Мен ұзақ ұйықтадым деп аударады екенбіз. Мысалы, Tom slept outside дейді. Outside дегенді білесіңдер, иә, балалар? Outside далада, сыртта немесе, иә? Tom slept outside. Том далада ұйықтады. Өткен шақ. Мен өз бөлмемде ұйықтадым. I slept in my room. In деген білесіңдер, ішінде деген сөз. My room өзімнің бөлмем, менің бөлмем, өзімнің бөлмемнің ішінде ұйықтадым. Я спал в своей комнате. Орысша айтқан кезде. Келесі етістігіміз swim. Swim тоже білесіңдер, иә? Swim бұл дұрыс емес етістік екен. Swim, swam. Swim, swim, swam. Яғни бұл орысша айтқан кезде плавать, қазақша айтқанда жүзу. Жүзу, иә? Бассейнде жүзу, көлде жүзу, өзенде жүзу деген сияқты. Мысалы, бірінші мысалымыз, мен өзенде жүздім. I swim. Өзенде деген, яғни уже ішінде деген мағына, иә? In the river. River деген балалар өзен екен. I swam in the river. Мен өзенде жүздім. Келесі, ол өзенді жүзіп өтті. He swam across the river. Енді қараңыздар, жүзіп өтті деген ол қандай мағына? Өзенді білесіңдер, иә? Өзен ол жаңағындай көл, мұхит сияқты мынандай дәу болып келмейді. Ол өзен бүйтіп жіңішке келеді және бүйтіп ұзын ағатын жаңағы суды айтамыз, иә, өзен деп. Сол бүйтіп ұзыннан ағып баратқан өзенді былай енді ол жіңішке болғандықтан былай кесіп өтеміз, иә? Біз кесіп, мысалы, көпірмен өтеміз, мысалы, иә, немесе кешіп өтеміз, мысалы, ол терең болмаса. Терең болса, біз оны қалай өтеміз? Жүзіп өтеміз, немесе қайықпен өтеміз деген сияқты, иә? Сондай өзенді бүйтіп кесіп өту, иә? Кесіп өту, ол across деген болады. Across деп аталады екен. He swam across the river. Яғни, ол өзенді көлденеңнен жүзіп өтті деген мағынада білдіреді екен. Асма балалар, ұмытпаңыздар. Келесі, мысалы, they swam with the dolphins. They swam with деген бірге деген сөз. Олар дельфиндармен бірге жүзді. Они плавали вместе с дельфинами. Яғни бұл жердегі with бірге деген сөз, иә? With me, менімен бірге, мысалы. They swam with me деп айтатын болса, олар менімен бірге жүзді. They swam with the dolphins. Олар дельфиндармен бірге жүзді болады екен. Without деп тұратын болса, онда бірге емес деген сөз. Without. Бөлек. Өздері бөлек. Without me. Менсіз. Деген мағына. Келесі cost. Cost бұл жаттап алу оңай. Себебі put деген сияқты болда да cost болады екен. Cost деген бір true. True дегені, мысалы, бағасын айтамыз. Мысалы, осыны, мысалы, ручка 5 теңге тұрады деп айтқанды, мысалы, екі жолмен айтуға болады. Мысалы, this pen costs
5 теңге, 5 теңге тұрады. Немесе it is 5 теңге деп to be мен айтуға болады. Бұл 5 теңге деген сияқты. It's 5 теңге деген сияқты. Бұл 5 теңге to be мен айтуға болады. Немесе осы етістікпен айтуға болады екен. Бұл 5 теңге тұрады деген сияқты. Cost. Өткен несі? Өткен шағы тоже cost болады екен. Яғни оған жаңағы иде қосып өйтпейді екенбіз. Мысалы, тұрды деген сөз. Мысалы, бұл слишком көп тұрды. It cost слишком деген бізде білесіңдер, too much. Слишком көп тұрды. Яғни, қымбат дегенде де мағынаға келеді. Бірақ қымбат деген ол expensive деген сөз. Слишком көп. It cost too much. Бұл слишком көп тұрды. Бұл $500 тұрды. Яғни өткен шақта, It cost $500. It cost $500. Яғни бұл жерде балалар қараңыздар. Бұл жерде егер present simple болатын болса, біз present simple'да it болған кезде біз не істеуші едік? Бірінші форманы қолданамыз. Бірінші формасы cost, және біз оған s қосып айтуымыз қажет. Сонда it costs $500. Яғни ол осы шақ болып кетеді уже. Ол қазір, яғни ол $500 тұрады деген сөз. Мысалы, бір компьютер, мысалы, this computer costs $500 деген сияқты. Ал енді cost деп айтатын болсақ, бұл уже s қосылмай тұр, яғни бұл не дегенін білдіреді? Яғни бұл екінші форма дегенді білдіреді. Себебі екінші формада біз I болсын, he болсын, she болсын, you болсын, we болсын, they болсын, it болсын, біз не істейміз? Немесе иде қосамыз, немесе екінші форма қолданамыз. Сол үшін де бұл жерде уже өткен шақ екенін білеміз. Өткен шақ екенін біліп тұрмыз. Сонда бұл тұрды деп айтып жатырмыз біз. It cost $500. Бұл $500 тұрды. Кеше. Мысалы, немесе 5 күн бұрын. It cost $500 5 days ago. 5 күн бұрын бұл $500 тұрды. Today it cost $700. Бүгін уже ол $700 тұрады. Қымбаттап кеткен бағасы. Немесе арзандап кетсе, мысалы, it cost $500 yesterday. Кеше бұл $500 тұрды. Today it costs, уже тұрады. Бүгін уже тұрады $400, $400 тұрады. Бүгін бағасы $400 деген сияқты. Түсінікті ғой, балалар. S қосылса present simple, S алып тастасақ, онда өткен шақ екен, өткен шақ болып саналады екен. Келесі, оны екі мысал берілді. Келесі етістігіміз, дұрыс емес етістігіміз, балалар, бұл steal, stole, stolen. Steal, stole, stolen. Бұл, балалар, ұрлау. Ұрлау деген сөз екен. Жалпы, ұрлау деген ол ең жаман нәрсе, жаман әдет. Мысалы, бірінші мысалымыз, ол оның сүмкесін ұрлады өткен шақта. Яғни, he ұрлады деп өткен шақта айтатын болса, онда екінші форма қолданымыз. He stole her bag. Ол оның сөмкесін ұрлады. Оны құрал ее сумку көрсеткен кезде. Ол оның сөмкесін ұрлады өткен шақ. Біреу менің ақшамды ұрлады. Кім екенін білмейміз. Someone, біреу, stole. Someone stole my money. Біреу менің ақшамды ұрлап кетті, Не болды? Мысалы, біреу жылап тұрса, мысалы, не болды деп сұраса, someone stole my money. Біреу менің ақшамды ұрлап кетті деп айтады екенбіз. Яғни, өткен шақта. Яғни, етістік. Есімдігіміз белгісіз, кім ұрлағаны белгісіз, бірақ біреу. Біреу ұрлағаны нақты белгілі, сол үшін someone деп айтамыз.
сен менің идеямды ұрлап кеттің деп айтатын кездер болады. Мысалы, идея дегенді білесіңдер, иә? Біздің планымызды біз мысалы мұғалімдер өздерің ойларыңдағы суретті салыңдар десе, мен мысалы мына суретті салам, мына осы жайлы салам деп айтатын болсақ, қасыңдағы сенен бұрын сол жайлы суретті салып қойса, ол сенің планыңды, яғни сенің жоспарыңды, сенің ойыңды ұрлап алған сияқты болады, иә? Сондағы you stole my idea. Яғни менің идеям дейді. You stole my idea. Сен менің идеямды ұрладың деп айтады екенбіз өткен шақта. Келесі 41-ші жетістігіміз wake. Бұл да up пен қосылып айтылады екен. Мысалы wake, woke, woken. Wake, woke, woken. Бұл деген балалар ояну. Таңертең мысалы get up, got up деп айтамыз, иә? Мысалы I got up at 6 o'clock. Мен таңғы 6-да тұрдым деп айтады екенбіз. Мысалы немесе I got up very early. Мен өте ерте тұрдым. Ал мынау wake up деген бұл ояну. Тұру емес, ояну. Ояну. Мысалы I woke up. Өткен шағында екінші жетістікті қойып айтамыз. I woke up very early. Мен өте ерте ояндым. Я проснулся дейді. Я встал. Get up вставать болса, ұйқыдан тұру. Ал wake up бұл просыпаться. Ояну. I woke up very early. Мен өте ерте тұрдым. I woke up at 6 o'clock in the morning. I woke up at 6 o'clock in the morning. Мен таңертең, немесе таңғы 6-да ояндым. I woke up at 6. Ояндым, бірақ жаңағы 7-де тұрдым деген сияқты. Ояну ол 6-да болса, 7-де тұру болса, I woke up at 6 o'clock, but I got up at 7 o'clock. Сонда 1 сағат бойы біз ояу жатқан болып есептеледі екен. Ол кеш оянды. He woke up late. He woke up late. Ол кеш оянды. Түсінікті, е балалар? Ояну деген. Келесі leave. Leave дегенде балалар, қазір айтам. Leave деген сөзбен шатастырмаңдар. Жақсы ма? Тұру деген шатастырмаңдар. Leave, left, left деген бұл кету, тастап кету. Жақсы ма? Кету, тастап кету деген мағына. Ұмытып кету деген мағынаны да білдіреді. Бір жағынан бір нәрсені ұмытып, яғни бір затты бір жерде мысалы ұмытып тастап кету, ол осы leave, left, left деген етістікпен айтады екенбіз. Ал жаңағы ойымызда, бір нәрсені ойымызда ұмытып кету, ол forget. Ол басқа етістік, соны ұмытпаңыздар. Мысалы, бір нәрсені, біреудің атын ұмытып қалсаңдар, мысалы басымызда, ол forget болады екен. Ал бір нәрсені үйде тастап кетіп, ұмытып кету, ол leave, left, left болады екен. Уезжать, немесе оставлять. Кету, тастап кету. Уезжать или оставлять. Енді бұл жерде мына leave сөзімен шатастырмаңдар. Жақсы ма? Live деген бұл тұру. I lived in Астана. I live in Қазақстан. Мен Қазақстанда тұрамын. Бұл екеуі қалай оқылады? Мынау қысқа и, live. Live деп оқылады. А мынау кішкене созыңқы и. Live. Live. Түсініп ма? Live. 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 Осы екеуін шатастырмаңыздар. Осыған мысал келтірейік. Көп жағдайда біз ручкамызды үйде қалдырып кетеміз. Мектепке барғанда ручка сұрап отырамыз біреуден.
Қаламын қайда десе, үйде қалдырып кеттім деп айтамыз. Үйде тастап кеттім, ұмытып кеттім немесе. I left my pen at home. Үйде. Я оставил ручку дома. Мен ручкамды, қаламымды үйге тастап кеттім. I left my pen at home. I left home at 7. I left home at 7. Кету, тастап кету деп айттым. Мен үйден сағат 7-де кеттім. I left home. Яғни үйді тастап кеттім деген сөз, үйден кету деген сөз. Жақсы ма, балалар? I left home at 7. Яғни үйден кеттім сағат 7-де. Мен сағат 7-де үйден кеттім. Я ушел из дома в 7 часов. Орысша айтқан кезде. Егер бұлай айтатын болсақ, I left home around 7 деп. Around деген балалар, around деген айналасы деген сөз. Вокруг деген мағынаны білдіреді. Яғни around 7 деген, яғни 7-нің айналасы. Яғни 7-лерге таман деген сөз. Яғни ол 7-ге 5 минут қалған болуы мүмкін, немесе 5 минут кеткенде болуы мүмкін. Әйтеуір сол уақыттарда болатын болса, примерно 7-лерде болатын болса, онда сол мен сағат 7-лерде үйден кеттім. Немесе үйді тастап кеттім. Үйді тастап кеттім деп айтпаймыз ғой. Яғни үйден кетеміз біз. I left home around 7. Я ушел из дома примерно в 7 деген сияқты. Приблизительно в 7 деген сияқты. Где-то в 7 деген сияқты. Орысша айтқан кезде. 7-лерде. Мен үйден сағат 7-лерде кеттім. Мінекей балалар, осымен бүгіндікке 7 дұрыс емес жетістікті бітірдік. Бір рет қайталайық. Fly, flew, flown. Яғни ұшу. Fly away, ұшып кету. Suddenly the bird flew away. Бір кездері құс ұшып кетті. The butterfly flew away. Яғни көбелек ұшып кетті. The birds flew away in all directions. Яғни құстар жан-жаққа ұшып кетті. Sleep, slept, slept. Ұйықтау. I slept very long. Мен өте ұзақ ұйықтадым. Tom slept outside. Том сыртта ұйықтады, далада ұйықтады. I slept in my room. Мен өз бөлмемде ұйықтадым. Swim, swam, swam. I swam in the river. Мен өзенде жүздім. He swam across the river. Ол өзенді жүзіп өтті. Яғни кесіп өтті өзенді. Кесіп жүзіп өтті деген. They swam with the dolphins. Олар дельфиндармен бірге жүзді. Cost, cost, cost. It cost too much. Бұл өте көп тұрды. Стоило, орысша айтқан кезде, это стоило слишком много. It cost $500. Бұл $500 тұрды. Steal, stole, stolen. Ұрлау. He stole her bag. Ол оның сөмкесін ұрлады. Someone stole my money. Біреу менің ақшамды ұрлады, ұрлап кетті. You stole my idea. Сен менің идеямды ұрладың. Wake up, woken. Wake, woken. I wake up very early. Мен өте ерте ояндым. I woke up at 6 o'clock in the morning. Мен таңертең сағат таңғы 6-да ояндым. He woke up late. Ол кеш оянды. Leave, left, left. Кету, тастап кету. I left my pen at home. Мен қаламымды үйде тастап кеттім. Қалдырып кеттім немесе. Қалдырып кеттім. I left home at 7. Мен үйден сағат 7-де кеттім. I left home around 7. Мен үйден 7-лерде кеттім. Примерно 7-лерде. 7-нің айналасында кеттім деген сияқты мағына. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Үй тапсырмасын орындауды ұмытпай, маған уақытылы тапсырып жіберіп жүріңдер. Жақсы ма? Олай болса барлықтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.